Бисмиллах. Қайырлы күн, құрметті Нәзік әлем подкастының тыңдармандары. Бүгін бізде қонақта Мирас Кесебаев, мені өзгерткен Рамазан кітабының авторы. Бүгін айтпақша ағай алла қаласа осы жұма шығады, яғни бұл Рамазанның алғашқы күні болады. Алла қаласа. Ағай, өзіңізбен бір таныстырып өтсеңіз, және бала кездегі немесе кез келген бір қызықты оқиғамен бөлісіп өтсеңіз, танысу мақсатында. Қайырлы күн баршаңызға. Менің атым Мирас, өзім Қызылорда облысынан боламын. Қазіргі уақытта кітап алу дүкенінде маркетолог болып жұмыс жасаймын. Одан бөлек өзім жылдам оқу маманымын және жылдам оқу деген кітаптың авторымын. Және 2 айда ағылшын тілін үйрен деген кітаптың, және осы мені өзгерткен Рамазан деген кітап соңғы шыққаны осы супер жағдай ес сақтау қабілетін арттыру деген кітаптың авторымын. Күшті. Оқиға дегенде өзін таныстыру мақсатында айтсам болады. Бұл бір менің осы Мирасу қалыптасуыма әсер еткен бір оқиғаның бір қызық оқиға, енді бала кездегі бір өтірік алдамауға алып келетін бір оқиғада. Мен өзім ауылда өстім. Ауылда бізде кәдімгі егістік жер бар да, қауын қарбыз деген сияқты бәрі өсіп отырады да. Бізде баспалды деген қауын бар, ерте пісетін. Мен енді күндіз барлық осы егісті аралап жүріп, қай қауын шамамен қашан піседі, қайсы бірінші пісейін деп отыр, бәрін біліп жүремін да. Сөйтіп бір күні бір қауын пісейін деп қалыпты. Сосын түскі уақытта үйдегілер бәрі ұйықтап жататын кез, жаздың кезінде. Сонымен інімді, Мағжан деген інімді шақырып аламын да. Енді онсыз да белгілі, алғашқы піскен қауынды отбасымен жемесем, ол соғыс деген әңгіме да. Сол үшін мен шыдамай, шыдамсыз танытып, соны інімді шақырып алып екеуміз жейік дедім да. Інімді шақырып алып, оятып алып, жүр деген бірдеңе істейміз деп. Бірақ барған кезде әбден уәдесін алып алдым да. Мағжан, сен бұны ешкімге айтпауың керек. Түсте ұйықтадым деп айтуым керек, ештеңе істедім, жемедім, айтпауың керек десем, мақұл деп. Інім уәдесін берді. Соны барып жаңағы қауынды алдық та, соны біздің ауылдың жері үлкен енді. Ең шеткі түпкі қораның артына барып, сол жерде отырып екеуміз қауын барып жеп алдық. Қауын әр тілдің кескені сайын айтамын. Мағжан, айтпай, нешедесіздер ол кезде? Інім ол кезде жасы шамамен бір 5-терде болу керек, ал мен бір 7-лерде. Сөйтіп екеуміз күшті болып жеп алдық. Алғашқы піскен қауынды. Сөйтіп сағат шамамен 4:30 болды. Сағат 5-тің шайы деген болды. Сол кезде мамамдар оянды, самаурынмен шай әкелді. Сөйтіп келіп, ішім қыпылдап келіп тұрмын шай ішуге. Сонымен інім отырды бір кезде. Біз бірдеңе істеп келдік деп бастады. Сонымен анам не істеп келдің деп сұрап отыр, тілін қызықтап. Біз бірдеңе істеп келдік, біз бірдеңе жеп келдік деп. Не жедің, айтамын, нан жедің бе десе, жоқ, біз нан жеген жоқ. Не жедің, өрік жедің бе? Жоқ, өрік жеген жоқпыз дейді. Не жедің десем, ол бір домалақ дейді. Өз тәтті домалақ. Қауынды бірінші жеп тұрған сияқты, иә? Жоқ, жеп жүр ол бұрыннан. Просто айтпа деген соң ол анда тура қауын екен айтпай отыр да. Түр-түсін бәрі сипаттап берді. Ана жерде ішінде дәні бар, өзі сары деген сияқты бәрін дайындап берді. Сөйтіп ана жерде менің айтқанда ұрлығым, өтірігім жаман ашылып қалған болатын. Сөйтіп ашылды. Солай жаман ашылып қалды. Бір жағынан әлі күнге дейін есіме түссе, әрі бір қызықты оқиға, әрі бір жаңағы ең алғашқы өтірікке тоқтау салған бір оқиға сияқты негізінде. Қайтсем де өтірік айтсам, оның бәрі соң ашылатын нәрсе еді. Күшті. Бір ғибрат оқиға болды. Негізі айтасыз ғой, алғашқы қауын, жалпы алғашқы піскен нәрсе жазда дәмдірек болатын сияқты. Әлде біз көп күткеннен кейін ба, қызанақ алғашқы піскен, қызанақтың өзі бір басқаша дәмді болады да. Ол рас. Мысалы біз ауылда тұрғаннан кейін, мысалы бізде сәбіз өседі. Ол сәбізден далада су ағып тұрған жоқ, үстімізге сүрте салып жей беретінбіз да. Ешқандай ауру, ештеңе болмайды. Және ол топырақтың өзі таза болатын да. Бала кезде үстіміз жара болса топырақты себетіміз деген сияқты. Алмаларды да үстімізге бүрістіріп жей беретінбіз деп айтқанда, даладағы бар бүкіл микроорганизмдер бар, біздің организмде бар да, сол үшін біз ауырмайды едік та. Рахмет ағай, өте қызықты, ғибратты оқиға болды. Енді Рамазан келді. Альхамдулилля, аман есен жетіппіз Рамазанға. Ойлап жатырмын да, жаңағыдай подкасттың сұрақтарын дайындап жатып, Рамазанға негізі жеткен де бар, жетпеген де бар. Қанша елімізде қиын жағдайлар болды, ауру да болды, дерт те болды. Шүкір, осы подкаст тыңдап отқан адамдардың жеткеніне иншалла бір өздері де іштей бір шүкір етіп қалар. Аға, енді осы «Мен өзгерткен Рамазан» деген кітапқа
келсек, ол кітап жазу идеясы қайдан келді? Кітап жалпы не туралы? Менің екінші кітабым жарық көрген екен, ағылшын тілі туралы кітап. Менде бірдеңе істемесем, жазбасам тұра алмаймын да негізінде. Енді табиғатым сондай болған екен. Галлап бойынша алғашқы лернер болған екен. Бірінші орын жауапкершілік, одан кейін ары қарай жаңағы лернер, одан кейін интеллект, одан кейін ideation. Қазіргі жасап жатқан жұмысы маркетинг болған екен, қазір ideation тура сәйкес келеді. Соған байланысты мен ылғи бірдеңе жазып түртіп отпасам, өзімді бір орын тұрып қалған су сияқты сезініп қаламын да. Қашан бірдеңе жаза бастасам, сол күнім менің бір мағыналы өткен сияқты, андай бір тыныш ұйықтай аламын. Сонымен сол кітаптан кейін енді не істесем болады деген ой келді. Бірнеше кітаптың идеясы бар миымда, бірақ олардан бұрын аяқ астынан тың идея келді да негізінде. Осы мен өзіме Рамазан туралы жазу ойыма келді. Өйткені бұрыннан бері осы өзгеріс туралы жазып жүрдім да. Соның барлығы бір андай кітап болып шығатын, яғни пісетін уақыт келген сияқты болды да, осы идея атып шықты. Олар әрқайсысы әр жерде жазылған, біреу ВКонтактеде, біреу Инстаграмда, біреу Фейсбукта жазылған, және олардың барлығының басын біріктіріп, оған қоса өзімнің тың идеяларымды да жазу керек болды. Сонымен сол кітап жазылды. Негізі бұған нақты себеп болған нәрсе, өзім бір жақын інімнен үлкен өзгерісті күтуші едім да. Бұл кітап негізінде сол ініме арнап жазылған бір кітап болды негізінде. Енді сол інім сияқты барша қазақтың жаңағы інілері менің інім, менің бауырларым ғой негізінде. Тура сол секілді барлығы осылай өзгере алса екен. Менің інімнің мінезі бұрынғы осы кітапты жазғанға дейінгі, өзгергенге дейінгі менің мінезіме ұқсайды да негізінде. Тез ашуланады, бірден шешім шығара салады, андай асығыс баға бере салады деген секілді. Немесе кейбіреулерді менсінбей жүреді деген сияқты. Менде де сондай нәрсе болды да. Яғни сіз бұрын сондай болдыңыз. Және өзгердіңіз. Менің мамам айтатын, сенің мінезің ит мінез деп айтады. Кітаптан оқыдым, күлдім. Қалай деп, андай мүмкін емес сияқты көрінеді да, қазіргі бейнеңізді көріп жүрген. Көпшілік солай айтады, өйткені көпшілігі мені өзгеріп болған екен байқап жүрген. Ал мен шынайы бұрын мінезім қандай болған айтсам, сенбейді, тіптен елестете алмаймыз дейді. Ал мен мысалы ашулансам есікті қатты жауып кету деген сияқты, немесе ашуланған кезде қолыма не түседі соны лақтыра салу деген сияқты мінездер болатын да. Бірақ кейін осы Рамазан айында, ең алғашқы Рамазан айымда өзгергеннен кейін олардың бәрі қазір бір қызық оқиға ретінде қалып қойды. Әрине жоқ болып кеткен жоқ олар. Барлығын ішінде жатыр, өйткені адамның мінезін түбірімен жойып тастау мүмкін емес, тек қана өзгерте аласың да бағытын. Енді қазір егер еркін қоя берсем, мен ашулану мінезім қазір де шыға салады, біреуді жамандау, ғайбаттау дегенде қазір де шыға салады да. Мен просто оларды бақылауда ұстау, соны жақсылап меңгеріп алдым да. Яғни сіз айтып жатсыз ғой, мінезді жақсы жаққа өзгерту. Оны қалай өзгертіп жатсыз? Мәселен, былай бір мысал келіп тұр ойыма. Мысалға Омар Фарух өте қызуғанды сахаба болған ғой. Одан кейін исламға келгеннен кейін де өте әділетті, өзінің бір қаттылық мінезін бір ислам жолына жұмсады да. Сондай ма, сонда қалай? Дәл сондай негізінде, мінездің негізгі бағыты өзгермейді. Ол сен ашуланшы адамды бірден биязы мінезі жұмсақ адамға өзгерте алмайсың негізінде. Ол сол ашумен бойында энергиясын сақтап қала береді, бірақ сол энергияны басқа бағытқа жұмсайсың да. Мысалы бұрын жаман әдетке, мысалы темекі шегуге әбден дағдыланып бір беткей болып жүрген адам, енді сол бір беткейлік мінезін мысалы келесі бір спортқа бейімдесе болады, сол ашуын. Немесе бір жаман іске дағдыланып қалған күшін енді бір жақсы ағылшын тілін үйренуге, мысалы сен қырсық болсаң өмірде, енді ағылшын үйренуге қырсық бол деймін, до конца түбіне дейін оқып таста, әбден өзіңді керемет сөйлегенше сондай бір қырсық бол деген сияқты да мінезді. Мен де мысалы ашуланамын, бірақ кейде ашуланған кезде бұрынғыдай болмайтын нәрсеге ашуланбаймын. Қазір керісінше бір нәрсенің дұрыс емес болғанына, немесе бір қалай деп айтсам болады, яғни дұрыс нәрсенің дұрыс емес жасалып жатқанына ашуланамын ба негізінде. Соны өзгертуге тырысамын, ал соны мен қалай оны өзгерте аламын деген ой болған кезде қолымнан келген нәрселер болады да, мысалы кітап жазу, немесе дұрыс кітапты ұсына білу деген секілді. Күшті. Машалла. Данияр ағай да подкастына былай деген қаңтар оқиғасы болды ғой, сол кезде қатты ішім ашыды дейді да. Адамдар жоқтықтан енді жоқ екеніне, халықта қаржылық сауаттылық жоқ екендігін
ішімнен біліп тұрдым дейді да. Бұлай енді қалай біз көмектесе аламын деп осындай посттар жазып, идея сояқтан келген екен да, бір дерттен келген екен. Сізде де сондай бір дерт болып тұрған ғой, және сол дертті ашу болсын, сол арқылы бағыттап жүру керек. Иә, дәл солай. Күшті. Енді кітапқа тағы да кітап туралы бастасақ, кітаптың бас жағында жаңдай оқыдым, әртүрлі қасиеттерді жіктеп жазғансыз ғой, жәймендеп әңгімелермен, иә. Бірақ ең бірінші осы тәкаппарлықтан, менсінбеуден және сол тәкаппарлықты жоюдан бастағансыз екенсіз да кітапты. Енді ойлап отырмын, Рамазан айында бір тәкаппар мінезді жәймендеп туралайтын ай сияқты да. Себебі андай бір ораза ұстаймыз ғой, бір кәдімгі сүннет оразалар бар ғой, бейсенбі ұстайтын, дүйсенбі ұстайтын. Сол кезде бір адам қарны аш кезде бір дауысы да әлсірейді, әлі жоқ болып, кәдімгідей өзінің бір өр мінезі жәймендеп басылады. 30 күн оразада да сондай ма? Және аштықтың тәкаппарлыққа қандай әсері бар? Мен енді алғашқы мінезімнің өзгеруі негізінде менің тарапынан болған жоқ, ол Алланың тарапынан болды да. Өйткені мен ең алғашқы Рамазан 2008 жылы болды. Мен сол жылы оқуға түскен болатынмын. Сабақ бірінші қыркүйек күні басталды, және бірінші қыркүйек күні оразада басталды да. Сондай керемет атмосферада болдым. Намаз оқығым келді. Грантқа түстіңіз? Грантқа түскен бар. Дін туралы ештеңе білмеймін, тек қана енді қарапайым қазақ мұсылман адамбыз да. Тамақты бісмілләмен бастаймыз деген сияқты. Қараңғыда қорқатын жерден өткен кезде бісміллә деп өтеміз деген сияқты. Бірақ сол кезде сол Рамазан айы қатты бір әсер етті өз-өзінен. Сөйтіп сол кезде Алланың себепкерлігімен, ешкімнің себепкерлігінсіз ешкім маған бір уағыз айтқан жоқ, бірден кітап оқыған жоқпын. Өз-өзінен бірден намаз бастадым. Намаз оқып үйренейік деген кітапты біреуден алып, соның ішіндегі бүкіл Фатиха, Ихлас, Кәусәр, Аллахумма салли барик, салауат, бүкіл дұғаларды шамамен 1 сағаттың ішінде жаттап алдым, толықтай. Бір намаз бастап кеттім да, мүмкін бір сондай бір Алланың мықты бір қалау бергенін деп ойлаймын да. Сол жаңағы заряд жүрісінде ма келетін намаз, негізі жаманшылықтан, арсыз әдеттерден тият деген нәрсе бар ғой. Сол ең алғаш намаз мені тиді да негізінде. Өзге содан басталды негізінде. Мен андай бірден жаман қасиеттерін өзгертіп бастап кеткен жоқпын. Бірінші мендегі жаман әдеттерді намаз тыйып көрсетіп бір үлгі болған сияқты болды да. Мынадай бір оқиға болды. Қасындағы 2 студент болды. Тура сол қыркүйек айында болды. Намаз бастағаны шамамен 2-3 ғана күн болған. Бір кісінің кеңсесінің офисіндегі заттарды көшіруге көмектесу керек болды да. Сөйтіп бизнес-центрге бардық. Барлық қызметті көшіп кеткен. Біз 1-2 столды көтерістік. Ана жерде енді жаңағы стикерлер, одан кейін кішкене блокноттар, ручкалар шашылып жатыр да енді. Уже керегін адамдар алып кеткен, керек емесін қалдырып кеткен сол жерде. Ту бар, Қазақстан туы деген сияқты. Маркерлер бар. Қасымдағы 2 бала. Мынаның бәрі бізге керек нәрселер ғой дейді. Біз сабаққа андамында бәріне керек болады деп қалталарын салып алды да. Енді негізі адам ортасына қарай бейімделеді, қасына 2 адам алып жатса, сен 3-ші адамды алу деген қалып нәрсе ғой негізінде. Оның үстіне ешкімге керек емес заттар деп шашылып жатыр. Оның үстіне студенттерге керек деген тағы да бір ондай аргументтер жинала берді да, қарап отырсаң. Маған да алып алдырды, бірақ мен біртүрлі қолым бармады да жерге. Әрине мен оған дейін ұрлық жасаған адам емеспін, бірақ ана жерде ұрлық дегеннен гөрі пайдалы нәрсе ысырап қалмасын деген сияқты ой тұрып та, бірақ сонда қолым бармады, қажет емес деп алмадым да. Аналар жарайды, біз өзіміз аламыз деді, жаңа біреу ту алып жатыр, біреу жаңа блокнот алып жатыр да. Сөйтіп шаруаны бітіріп болып, біз шығып бара жатқан уақытта астында охранник келсеңдер тексереміз дейді да. Мәссаған. Сөйтіп ана 2 досым бірақ тексерді, жаңа қалталарынан маркер шығып жатыр, ту шығып жатыр, ручка шығып жатыр да. Мен ұят болды өйткені мысалы ұрламады деп айта алмайды да. Үлкен адамдарсыздар. Енді студентпіз ғой, жасымыз уже 17-18. Біраз жас қой негізі. Уже біз саналы түрде шешім қабылдайтын үлкен зат қой негізі, балиғатқа толып қойған кез. Сөйтіп келіп енді келсеңде тексереміз дейді да. Енді мен айтамын, менде ештеңе жоқ, ештеңе алған жоқпын дейді да. Енді ана 2 алғанда сен қалай алмайсың деген сияқты айтады да. Менде ештеңе шынымен жоқ десем, бірақ тексеріп біздің тәртібіміз дейді да. Сөйтіп тексеріп ештеңе таппады да. Айттым, сіздер ештеңе жоқ дейді да. Сен қалай алмай қалдың деп айтады да. Мен білмеймін, ештеңе алғым келмеді. Сол жерде өзім сезіне бастадым, не үшін алмай қалдым деп ше. Артынан барып ойлана келе бір намаздың, әрине ол кезде мен намаз арсыздықтан тият деген нәрсені білмейтін, бірақ кейін барып білдім да. Осының себеп болғаннан басталды негізінде алғашқы өнеге.
осыдан бастап менде жалпы өзгеріс басталды. Машалла. Жаңағы және ең алғаш тәкаппарлықтан да басталған өте жақсы, өйткені бір жаманшылықтың да кілті осы тәкаппарлықтан басталатын сияқты. Өйткені өзі хадисте айтпаймын, иә, бір шаң тозаңдай тәкаппарлығы бар адам негізі жұмаққа кірмейді дейді. Сол үшін тәкаппарлық менде көбіне андай ойыннан көрінетін да. Біз мысалы футбол ойнайтынбыз, волейбол ойнайтынбыз да, күшті сөйлесіп жүретін, андай сіз өтіп кетіңіз деген сияқты сыйлап жүретін балалардың бәрі футболға келген кезде маскалар ашылып қалатын да. Байқамай енді футболда енді аяқтан шалыну болады, аяқтан тебу деген нәрсе болады, волейболда құлау, біреуді соғып кету деген нәрселер болады. Сондай кезде бірден жаңағы ит сияқты ырылдап кететін жігіттер болды да. Ашуына ерік бере салады. Дәл солай. Сонымен менде де ішімде бар екенін байқадым да. Мысалы волейболда мен жақсы ойнай бастадым. Кейін жаңадан бір балалар келеді да, волейбол ойнаған кезде қарапайым допты қабылдай алмайды, подача бере алмайды. Мен сондай бардым. Сол кезде ойлайтын да, блин, мыналар вообще не үшін ойынға келді, ақыры ойнай алмаса деймін да. Вообще шығып кетсе обал жоқ адамдар деп ойлай бастадым да. Кейін барып ойын біткеннен кейін барып өзіммен сөйлескен уақытта мен вообще қандай адам болып кеткенмін деген өзіме бір есеп сұрақ жауап алу басталды да. Егер ананың орнында мен болсам қалай болар едім де, мен де бірден керемет ойнап кеткен жоқпын ғой негізінде. Мен де алғашқыда допты қабылдай алмайтын, ең алғаш ойнай бастаған, айтқан новичок болдым да. Мен туралы да кез келген адам солай ойлауға мүмкіндігі бар еді, бірақ маған олай ешкім айтпады да. Сол секілді басқа адам орнына қойып көрген уақытта негізінде тәкаппарлықтың бір дәндерінің бәрі көрінеді да. Немесе мынадай нәрсе болады да, енді қазір уақытта күшті көрінетін сияқты. Айфонның камерасы жақсы да негізінде. Ал біреудікі Samsung-ті жақсы, бірақ айфон-тікіндей емес. Ал Xiaomi-тікі оны тіптен нашар деген сияқты. Біреу жиналып қалып суретке түсіріп жатса, менікі мен айфонмен түсіріп жүрші дейді да. Ол деген сөз енді бір жағынан жақсы шығар, бір жағынан андай сенің телефонмен түсірмей ақ қойшы, онша емес шығып қаламыз деген нәрсе бар да. Және айфон ұстап жүрген адамдар көбінесе бүйтіп көрсетіп ұстап деген сияқты болуы мүмкін да. Мен өзім де байқадым ол нәрсені. Қоғамдық көлікке шыққан уақытта бүйтіп көрсетіп отырып ұстаған деген сияқты ішімнен бір қалау пайда болады да. Мен бұрын байқамайтынмын, кейін осы өзіме есеп бере бастаған уақытта сондай ойлардың бәрін ұстай бастадым да. Қандай кезде мен өзімді көрсетіп қалғым келеді, қандай кезде өзімнің жұрттан артық екенімді дәлелдегім келеді деген нәрселердің бәрін байқадым да. Соған бәрін уже біртіндеп ұстап алып тастай бастадым. Сосын барып менде ұзақ көрісуден кейін барып менде қазіргі өзгерген мирас қалпыма келе бастадым да. Сондай мирас қалыптаса бастадым. Ұзақ көрісу, яғни өз-өзіңізбен ұзақ есептесу. Абайдың сөзі негізі керемет та. Мен енді Абайдың көп өлеңдер мағынасын түсінбеймін да негізінде. Бірақ қарапайым сөзбен жазылған жаңағы қара сөздер бар. Мысалы, сен күн сайын жатар алдында немесе айына бір рет, жұмасына бір рет өзіне есеп ал деген нәрсе бар ғой. Өзіне және есті адамдардың сөздерін ескеріп жүр деген сондай сөздер бар. Сол маған ең әсер еткен жалғыз сөз сол да негізінде. Есеп алу. Есеп алу. Сол есеп алу арқылы, ылғи өзімнен есеп алу арқылы мен өзімдегі кемшіліктерді байқадым да. Өзіңе есеп алмасаң, ылғи күшті болып жүресің да. Яғни саудада өзіңе есеп алмасаң, барлық күш жүріп жатқан сияқты, бірақ бір күні банкротқа ұшыраған кезде барып бірақ білесің да. Ал қашан есебін жүргізе бастасаң, мысалы қай тауар көп пайда алып келіп жатыр байқайсың, қай тауардың тұрғанына қанша уақыт болды, бірақ тым пайда әкелмейді, соны бәрін байқай бастайсың. Яғни кез келген салада есеп алу, есеп беру пайдалы дейсіз ғой. Ал тәкаппарлықтың Рамазанның кезінде өзгерту оңай болатын себебі анандай күшті бір оқиға бар ғой, шын оқиғаның бірі негізінде. Біздің ауылда көзіміз талай жеткен көктемнің кезінде көптеген сиырлар, мысалы олар қыста бұзаулайды да, бұзаулағаннан кейін олар көтерім болып қалады. Өйткені бұзауды жаңағы буаз болып туады, одан кейін біраз күшін жоғалтып алады да. Ол көктем кезінде шөп те аз, жем де аз, сонымен кішкене көтерім болып шығады да. Сол кезде біз оларға ол сонда арық деген сөз ба? Көтерім деген арық, әбден әлсіреп кеткен, сондай тарық деген сөз да. Біз сондай сиырларға жем береміз да қолдан. Бидайды жаңағы күріштің кебегімен араластырып деген сияқты береміз, кішкене ет жинау үшін. 1,5 ай ет жинаған жаңағы сиырлар ары қарай жаңағы тепкілеп қасына жақындатпай деген сияқты сөйтіп құтырып кететін да. Тура сол тағы бір оқиға бар. Қайрат Жолдыбайұлының кітабын оқыған сияқты. Бір есек болды дейді да. Бір есек болды. Ылғи жоңышқа жейтін, ылғи бидай жейтін дейді да. Сонымен бір күні
жаңағы алдына келген тістейтін, артына келген тебетін, сондай бір есек болып кетті дейді. Ешкім жақындатпайды. Ақырады ана жақтан жаңағы мәшеше өтіп бара жатса, бүкіл жаңағы ауылды басына көтеріп ақырады, мінгізбейді, мүлдем пайдасы болмады дейді. Сатайық десек ешкім алмайды дейді ана есекті. Енді былай айтқанда бір сондай бір асау болды дейді. Сөйтіп жүрген уақытта ауылдың бір пошташы кісі болатын, қарт кісі дейді. Бойы да кішкентай, сол кісі келіп мен алам деді. Көке, байқаңыз, бұл өте асау деп айттық та, жаңағы жынды бұл мінезі деген, жынды тістей салады, тебе салады дейді. Ештеңе дейді, өзім бас білдіріп аламын дейді. Сонымен алып кетті. Сонымен 3 күннен кейін қараса, ана кісі жаңағы есекке мініп алып кетіп бара дейді жұмысқа. Жаңағы пошташы ғой, енді газет бірдеңе таратады. Сол қалай деп сұрады. Игері болған екен. Қалай деп сұрады дейді ана кісіден. Сөйтсек, ол кісі ана есекке 3 күн бойы ас та бермеген, шөп те бермеген, жем де бермеген, су да бермеген да. Былай айтқанда ораза ұстатқан ғой ана кісі. Ораза ұстатқан ғой. Күшті. 3 күннен кейін ана есектің кәдімгі жүні жығылып қалған да. Тамақ ішпеген, еш жерден былай айтқанда қуат келмейді. Қарапайым бұрынғы есек қалпына түскен да. Иә. Сосын дұрыс айтасыз, сосын нәпсімен де бір оқиға бар еді ғой. Нәпсіге сен кімсің? Мен нәпсімін. Сен сенсің деп Аллах тағала айтады да. Енді әбден басында отқа салады, суға салады. Сонда да сен кімсің, мен кіммін дегенде сен сенсің, мен менімін деп солай тәкаппарлықпен жауап береді. Ең соңында ас сусыз қалдырады. Сол кезде барып сен менің Аллам, Раббымсың, ал мен сенің құлыңмын деп жауап береді. Нәпсі жауап береді, күшті. Дәл соған келеді екен, тәкаппарлық деген. Күшті ағай. Ағай манас айтасыз ғой, бірінші кейбір адамдар, көбінесе мен тіпті достарым да бар да жанымда, бірінші мен өзімді ретке келтіріп алайын, мінезім бәрін дұрыстап алайын, сосын барып намаз бастаймын. Әзірге мен лайық емес сияқтымын деген сияқты уәж айтады. Ал сізде керісінше болып тұр да, жаңа мен бірінші намаз бастап кеттім, сондай бір Аллах солай нәсіп етті. Одан кейін барып біртіндеп өзінен өзі арыстықтан тыйылдым, түсінбедім тіпті дедіңіз ғой жаңағы азат алмау кезінде де. Осының маңызын айтып кете аласыз ба? Мысалға, қорықпай Рамазанда еще намаз бастағансыз ғой. Бәлкім подкастты тыңдап жатқан оқырмандардың кейбірі осы себепкерлікпен намаз бастап қалар Рамазан айында. Рамазан негені намаз бастауға өте ыңғайлы айда, өйткені онсыз да белгілі, бұл айда шайтандар кісенделеді дейді. Шайтандар кісенделеді, бұл енді сыртқы бір жау ғана да, бірақ өзіміздің ішімізде нәпсі қалып қояды да негізінде. Ал ол нәпсіні қанша шайтанды кісендесең де, ол бәрі саған жау да. Ол нәпсіні жеңу үшін біз ол айда ораза ұстаймыз да. Ораза емес, содан сыртқы жау да, ішкі жау да басылады. Былай айтқанда біз бір жеңіл күйде боламыз да. Қыстық куртканы шешіп, бір футболкамен жүрген сияқты жеңіл күйде боламыз. Бұл кезде өзгеруге өте ыңғайлы да. Қарап отырсақ, мысалы біздің кітап алуда Рамазан айында кітап алушылар көп та. Бұл айда намаз оқып үйренейік, Құран үйрену деген секілді кітаптарды көп болады. Бірақ басқа айларда бұл кітаптар сатылымда ғой негізінде. Басқа айларда да мысалы ешқандай өзгеріс жоқ, бірақ басқа айларда оны азырақ алады да. Сондықтан бір Рамазанның бір ерекше бір атмосферасы, Алланың бір беріп қойған бір мейірімі бар да. Сондықтан осы айда намаз бастап кету өте ыңғайлы. Ал не үшін бірінші намаз бастап сосын барып өзгеру керек деп ойлаймын? Бұл мындай сияқты ғой. Мысалы, сіз көктемнен әлсіреп шықтыңыз делік та, витамин жетіспейді, күшіңіз аз, ауырып қалдыңыз деген сияқты. Сол уақытта сіз күшімді жақсылап жинап алайын, сосын барып мен жаңағы тірлік жасаймын деуіңіз мүмкін да. Ал бірақ ең дұрыс несі, сіз аптекаға барасыз, ойыңызға күш беретін жаңағы витаминдер, дәрілер аласыз да негізінде. Сосын күш жинайсыз да, сосын барып өзгересіз да. Сол секілді біз бірінші барып намаз оқысаңыз, намаз сізді кәдімгідей күшті өзгертіп тастайды да. Оның үстіне оны Рамазан айында оқысаңыз, тіптен жеңіл болады да, бір әдеттің қалыптасып қалуына күшті әсер етеді. Одан кейін барып намаз сізді өзгертеді, және сіздің өзімді өзгертемін деген ойыңызға, ниетіңізге тіптен жеңіл келетін болады да ол нәрсе. Сондықтан Рамазан айында бастау керек деген нәрсе көбірек қосыламын, және бұл айдың атмосферасы сондай, бүкіл жерде намаз болып жатады да, тарауих болып жатады, және барлық адам көпшілігі аузы берік, және Құдай тағаланың да өзі бір құпия керемет бір сырлар бар ғой негізінде. Ауыз берік адамды түрлі жағдайда қорғап қояды, немесе өзі сияқты ауыз берік адаммен жолдасып қойып қояды, сондай оқиғаларға куә болғызып қояды, немесе адамды бір ойландырып қояды да. Бұрын ойламаған нәрселерді ойландырып қояды негізінде. Күшті. Бір оқиға айтып салайын. Негізінде бұл оқиға ауыз берік адамды Алла тағаланың өзі қорғайды деген оқиға өзінің басына өткен. Бір Рамазанда тура тамыздың кезінде, шілденің аяғы, тамыздың бас кезінде мен ауылда болдым. Сол кезде ораза болды, аузым берік болды.
сол кезде менің атам қайтыс болды да, бейсенбіден жұмаға қараған түні. Сөйтіп қайтыс болды да, біз мамамызбен бірге Түркістанға барып, енді мата сата, конфет деген алу керек қой негізінде қайтыс болған үйге. Сонда алуға барды кешкі уақытта. Өзім күндіз негізінде біраз жұмыс жасағам, әбден деген, біз Қызылорда жақта білесіз ғой, күн деген қандай ыстық, және күн ұзақ. Таңғы 5-тен кешкі 9:30-ға дейін ауыз бекіту керек деген сияқты. Сөйтіп Түркістанға бардық көлікпен. Енді көлікте ол жерде кондиционер жоқ екен, онсыз да белгілі. Есікті ашып қойғанбыз, ыстық ауадан кезеңді кептіріп жібереді кәдімгідей. Сөйтіп Түркістанға бардық, мамалар өзі алатын заттарын алып жатыр. Бір кезде кешкі уақыт болды. Қолымда су жоқ екен, сол кезде біліппін да, мен ана жаңағы алмаларын бірдеңе тасып жүріп, білдім су алып тұруға ұмытып кетіппін. Сонымен мен айттым мамаға, мен барып магазинге барып су алып аузымды ашып келейін деді. Мамалардың да есіне шығып кеткен менің аузым берік екені. Былай айтқанда жаңағы атамыздың қайтыс болғаны біраз енді ойларын неғып жүрген ғой, шашырап жүрген. Сөйтіп базардың кешкі уақыт бәрі қайтып кеткен. Сонымен бір магазинге келдім. Магазинге кірсем, ішінде бір 10 шақты бала андай сыра ішіп отыр екен да, шулап бірдеңе отыр екен. Сонымен қастарына өтіп бардым да, сатушыға барып, 1 литр су қанша деп едім, отырғандардан біреу 500 теңге деп айқайлап тиісіп жатыр да. 150 теңге деп айтты сатушы. Ақшасын төлеп шығып бара жатсам, бауырым темекі берші деді. Мен айттым, шекпеймін дедім. Мен сен шегесің бе шекпейсің бе сұраған жоқ, тауып бер деп. Мен артым тұрып жатыр да. Далаға шықтым. Мен енді ойлап көріңіз, күні бойы су ішпеген, ерін әбден кезерген. Тамақ та ішпегенсіз. Иә. Сонымен өлсем де су ішіп өлейші деген сияқты. Менде бірінші очередь су болды да, бүкіл нығмет ең тәтті нәрсе мен үшін ана жерде су болды да. Сөйтіп анау суды ашып жатыр, менде уақыт болған. Ана жігіт еріп келе жатыр екен, сонымен айттым, бауырым мен оразамын дедім да. Оразамын дедім да, сөйтіп суды ашып ішіп жатырмын. Ана жерде енді бір киноларда бір эффект болады ғой. Бүкіл жерім бір slow motion болып қалады ғой ше. Сондай эффект болды да, мен онда 1 литр суды ішіп қойыппын да ше. Шөл деген соншалық. Маған деген тек бұрқ ете қалған, көзім айналаны ештеңе көрмеймін, күшті болып ішіп болып енді басымды көтеріп қарасам, қасымда 10 бала отыр да. 9 бала қалай келгенін білмеймін да. Сөйтіп анау маған жақындап қалған екен. Ішінде біреу, тоқта деді. Маған заманда қарап қалсам, ана өзінің қасына жолдас баласы айтып отыр екен. Қасына келді, бір тепті ана бала. Түсінбей қалдым да. Сөйтіп неғып мен ұрып жатсың деп ана бала жыларман болды да, енді бір көз қойған жоқпыз ба деген сияқты, нанды теу керек қой деген сияқты біртүрлі жыларман болып кетті да. Сонымен маған бауырым сен жүре бер деді да, сен бұдан кейін тесік жума деді да. Сөйтіп ары кетіп барып, артына кетіп барып андай жылап жатырмын да ше. Мен бұл балаларды танымаймын, олар бірге өздері көңілді отыр. Сөйтіп кетіп айла танымайтын мені қорғап өзінің баласын теуіп тастады. Әшейін сөзбен қайтарған жоқ, даже теуіп тастады деймін да. Сөйтіп алла дедім да, қайдағы бір жер бетінде кішкентай бір құлыңның ниеті үшін сен қайдағы бір бұзық балалардан қорғап отырсың ғой деген сондай ойлар бір келген уақытта күні бойы жаңағы кірген ішкен судың бәрі жас ұшып кетті ғой деймін, сондай бір эмоцияға толы кезең болды да негізінде. Күшті. Олай еще мен жаңа ойлап отырмын да, ішімдік ішіп алған ғой негізі өздерін басқара алмайтын еді негізі. Біраз астында қалып қоятын едіңіз негізі. Себепті тұрғысынан қарасаң ана жерде мүлдем менің құтқарылатын жолы жоқ та негізінде. Бірақ барлығы керісінше болды да. Иә. Ана Ясин сүресінде кун фаякун бар дейді ғой, бол десе бола салады. Күшті. Енді қараңызшы ағай, тәкаппарлықты осы оразадан басқа негізі қалай емдейді? Сізде бір кітабыңыздан бір үзінді оқып берсем бола ма, және соны сәл ашып тәпсірлесек. Бұрынғы кездерде тәкаппарлықты емдеу үшін шәкіртті базарда тіленші, қайыршы қылады екен. Себебі тәкаппарлық деген ауру, бұл ауруды қорлықпен емдейді екен депсіз кітабыңызда. Сол туралы айтсақ, ол қандай ем? Мен енді тәкаппарлықты емдеу, өзім тәкаппарлықтан барынша арылдырдым. Әлі күнге дейін солай жасап келемін. Күресіп келе жатырмын да. Одан бөлек түрлі методтар іздеп көрдім да. Бұл әдіс негізінде имам Ғазалидің жүректің сырлары деген кітабында бар. Бұл жерде сол нәпсімен күрес деген бөлімде жаңағы жүректің сырлары, жүректің болып жатқан түрлі кесапаттар, жаман дерттер, солардың емдеудің жолдарын айтып кетеді. Сол жерде тәкаппарлықпен емдеу кезінде бұрынғы сопылық ілімде шәкіртті сондай бір қорлық деңгейге түсіреді екен да, ішінде тәкаппарлықты өлтіру үшін. Бірінші жолы сол оларды қайыршы тіленшілікке жұмсайды екен.
өйткені тәкаппарлық тек қана қорлықпен ғана емделеді дейді. Ал қорлықтың ең төмені сол жаңағы біреуден бірдеңе сұрау негізінде. Біз бала кезімізде кейде көршіден нан сұрап келу деген өзі жаман арылмады негізінде. Иә, мен де істедім. Бармай жаңағы өзі ішімнен біліп тұрса екен, өзі әкеліп берсе екен деген сияқты. Алып зорға алып келетінбіз негізінде. Әнімізді жұмсап жіберіп, иә. Сол секілді солай әдейі базарға шығарып қойып, андай тіленшілік қылады екен да. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы олар былай жасайды екен. Кәдімгі малдың өкпесі бар ғой, өкпесін базарда сатқызады екен да адамдарға ше. Шәкіртке барасында қолын қан ана өкпе деген ешкім жемейді деп тіптен. Сол өкпені адамдарға сатқызады екен да. Енді қандай мағынасы бар екенін білмеймін, мүмкін жаңағы өкпе ренішсізде бір бәрін қоса беріп жіберу керек па, или бір анау күн ыстығында шығындырып мыжылдап жатқан кезде өкпені ешкім алмайды да ғой негізінде. Сөйтіп бір нәпсіңді бір жаңағы тәкаппарлықты бір өлтірудің бір әдісі шығар деп ойладым да. Үшінші бір әдісі бұл жаңағы ұстаздары шәкірттерін жаңағы иттерді емдейтін, жануарларды емдейтін нелер бар ғой, жаңағы айтайықшы жаңағы емхана деген сияқты сол жерге барып, немесе ит бөлек кәдімгі адамдар емделетін немесе жындыханаға жібереді екен. Сол жақта олар қызмет етеді екен да. Жаңағы ауру адамдардың астын тазалайды, үстін жуады, киімдерін жуып береді, тамақтандырады деген сияқты. Сондай бір жұмыстар жасау арқылы өзінің бойындағы тәкаппарлықтың бүкіл дәнін өлтіруге тырысады екен да. Сөйтіп барып соны орындаған шәкіртті ары қарай уже екінші бір деңгей, екінші бір сабақ басталады деген да. Бұл не сияқты, фаундейшн сияқты, ол жаңағы нөлевой деген сияқты. Иә, мен қазір естідім осы ғасырда деген қалай кетті енді, осы 21-ші ғасырда енді тіленшілікке салмауы мүмкін басқа адамның баласын, бірақ мен естідім медреселерде әжетхана жудырады екен. Сол арқылы да нәпсісін жеңеді екен. Ол туралы естігенмін, бір кісінің айтқан сөзі бар. Бойыңдағы бір тәкаппарлықтың белгісін көрсе, онда туалетті жалаң қолмен тазалайды, тіпті тырнағымен қатып қалған дақтарды кетір дейді. Біз андай перчатка киіп тазалаймыз ғой. Оның үстіңе ең әдемі киімдерін киіп ал дейді. Мысалы, еркек кісі ең әдемі киім бір костюм шалбар шығар мүмкін. Иә, біз бүйтіп қаламыз ғой. Костюм шалбар кисе, қыздар әдемі көйлек кисе, жаңағы майысып күшті болып қалады ғой. Чисто плотный болып. Дәл сондай киіммен барып туалеттің ішін жалаң қолмен тазалады дейді. Сол кезде бойыңдағы жаңағы тәкаппарлық, біреуден менсінбеу деген нәрселердің барлығы түседі дейді. Иә. Менде андай болды ғой, осы Түркістанға алдында барып келдім. Сол кезде өзімше болып негізі пойызға билет алдық, бірақ көбіне самолетпен жүргенді жақсы көремін. Сол пойыздың өзін бір менсінбеген сыңай болып қалды да негізі. Бірақ жаңа купеге алдық деген сияқты. Бірақ сөйтіп отырған күннің өзінде пойызға кешігіп қалдым. 2-ақ минутқа. Алла тағала енді мынаған разы болмасаң мәссаған деген сияқты болған сияқты да. Кейін жүгіріп Алтын Ордаға бардық. Алтын Орда білесіз ғой енді қандай пробка бар, әртүрлі адамдар, машиналар бір-бірінен қатты тығыз орналасқан. Сөйтіп автобуспен келдік. 15 сағат бойы жүріп Түркістанға. Сол кезде ойлаймын да, кейін менде сондай бір қай жерде мен қателестім, қай жерде тәкаппарлық танытқан екенмін депші. Шынымен де андай Алла тағала кейде бір төменге биязы түрде апарып қоятын сияқты да, тәкаппарлығын жеңді. Мейірім шапалағы деуге де болады негізінде. Біз ылғи тәрбиеленіп жүрміз ғой негізінде. Ылғи өзіміз жетілдіреміз, және Алланың Раббы деген жаңағы Раббының негізінде бізді тәрбиелеуші ғой негізінде. Тәрбиеші деген мағынада. Біз ылғи тәрбиелейді да, кейде сол біздің бір тәкаппарлығымыз болады, сол кезде мейірім шапалағымен салып жібереді. Иә. Мысалы бізде бір кісі болатын, ол кісі айтады, жанымыздан бір достарымыздың бір екінші үй ашылды дейді. Бірақ олардың үйінде жаңағы квартирасында ешқандай ыдыс жоқ екен дейді. Сонымен ал біздің үйде кухняда артық ыдыстар молмен бар екен дейді. Сонымен маған айтты, үйдегі ыдыстардың жартысын сол үйге апарып берші деп айтты. Сөйтіп мен келдім кухнядан жаңағы әдемілерін қалдырдым да, жаңағы әдемі емес, шеті сынған, жаңағы қыры кеткен деген, ұшып кеткен деген сияқты ыдыстарды алып жатырмын дейді. Алып жатырмын сөйтіп алып басымды көтеріп қойдым, жаңағы шкафтың ашылып тұрған есігіне басымды соғып алдым дейді. Сол кезде бірден басыма келді де, мен не істеп жатырмын дейді. Сөйтіп бірден түсіне қойдым дейді. Алладан бір мейірім екенін сөйтіп тұрдым да, қайтадан жаңағы ең жамандарын қалдырып қойдым да, ең әдемілерін қойып қойғанымды соны беріп жібердім дейді, жаңағы көрші үйге. Солай беріп жібердім. Сосын сол кезде тоже ойланамыз, қажет намазының басында бар ғой дұға. Ля иляха илляллаху халимул карим дейді да. Аллахтан басқа ешқандай тәңір жоқ.
который Халим және Карим. Халим деген сол биязы деген мағынаны білдіреді екен да, иә. Карим жомарт, шынымен өте жұмсақ негізі белгі деп бізге көрсетеді. Әрине, егер оны көре алған адамға. Егер көре алмай жатса, енді үлкендеу жесткий намектармен түсіндіретін сияқты Аллахтан, иә. Күшті. Енді ағай қараңыз, келесі сұрақта осы мені өзгерткен Рамазан кітабына қатысты. Сол жақта бір Иракта болған оқиға туралы жазған едіңіз. Өмірден алынған дедіңіз, иә, кітапта. Бұны менен бөлек тағы да бірнеше адам жазды. Бұл ислам газет сайтында жарияланды, муфтиятта жарияланды. Бірақ мен ағылшыншасын оқыған, орысшасын оқыдым басқа бір жерден. Сөйтіп алғашқылардың бірі болып қазақша аударымда басқалар оқысын деп. Машалла, күшті. Осы оқиғаны тағы да бір оқырмандарға айтып бере аласыз ба? Күшті оқиғада мен мана оқыған кезде көзіме жас келді. Сосын қасымдағы қызға айтам, Ақшоққа, оқыдым ба? Я, мен жыладым ба? Я, жыладым. Сондай болып та, енді сіздің де аузыңыздан бір естейік. Айтып берейін, бірақ мен де соңында жылап кетуім мүмкін, өйткені өзі қызық, керемет оқиға ғой негізінде. Енді әрине керемет оқиғалар көп, бірақ соның қағазға түскен біреуі Иракта болған дейді бұл оқиға. Аты өзгертіп алған, бір Хасан деп алайық, бір Хасан деген таксист жігіттің басында болған оқиға. Отбасы бар, отбасын осы таксист болып асырайды екен да. Сөйтіп сол жігіттің басынан өткен оқиға болай бастаған. Бір әйел кісі, күйеуі қайтыс болған, бірнеше балалары бар, кішкентай балалары, бірақ өзі жұмыс жасамайды, өйткені балалар өте жаста. Сөйтіп үйіндегі азық таусылады. Сол уақытта уже балалардың шырқырап, тамақ сұрап, жылағанына шыдамай, аршы айтып бері болмаған соң уже енді көшеге барып қайыр тілеуге шығады да. Енді өте арлы әйел, бірақ енді ананың алғашқы инстинкті негізі баланы қорғау ғой негізінде ше. Сөйтіп сол оймен көшеге шығады. Сөйтіп кімнен сұрасам, мен қалай жасайды ештеңе білмейді да, ешқашан ондай жолға түспеген, басына алғашқы осындай қамып келіп тұрды. Сөйтіп қараса, дәл сол шыққан бойында алдынан бір таксистке тоқтады дейді, ішінен жолаушылар түсіп жатыр дейді. Бұл әйелдің бірден басына келеді. Бұл жолаушы түсіп жатыр, демек бұл кісінің ақшасы бар ғой дейді. Сөйтіп ана машинаның қасына зорға өзі ілбіп келеді, өйткені өзі тамақ ішпеген да. Қасына келіп, кешіріңіз деп, жаңағы алла разы болсын, маған көмектесесіз ба дейді. Мен бір бұндай тіленші қайыршы емес едім, бірақ менің күйеуім қайтыс болып, бала шағам кішкентай, соларға тамақ алып берейін дейді. Сөйтіп ана таксист кісі бірден ойланбастан үлкен ақшаның бір жиынтығын бере салады да. Сөйтіп бұл әйел ақшаны бұндай тез болады деп ойламаған, негізінде, өйткені бұрын тілеп көрмеген ғой. Соны ақшаны ұстап тұрып, енді рахмет айтам деген уақытта машина кетіп қалады да. Ал бұл машинадағы жігіт болып біздің жаңағы бас кейіпкеріміз Хасан болатын да. Таксист кісі. Ол кетіп бара жатып бір кезде барып ойлана бастайды да. Мен деген машинамның дөңгелегін ауыстырамын деп жинап жүрген ақшамды беріп жіберіппін ғой дейді да. Өзі байқамай қалған, беріп жіберген да. Ал бұл машинаның дөңгелегін ауыстыру үйде ылғи ұрыс қалып келетін тема екен, өйткені машинаның дөңгелегі сырты жоғарып кетсе авария болу ықтималдығы өте жоғары да. Ал әйел уайымдайды, бұл күні бойы 24 сағат бойы машинада жүреді. Ертең саған бірдеңе болса бізді кім асырайды, машинаның дөңгелегін ауыстырып ал дөңгелегін деп ылғи ұрысып жүрген. Бұл ертең деп жүреді, сөйтіп жүрген уақытта бұл ақшасы да кетіп қалады да. Үйіне келеді, әйел әлі ауыстырмағансың ба деп тағы да шығады ғой енді. Сонымен бір мастермен келісіп қойдым деп өтірік айтып қояды да. Енді мастермен келісіп қойдым деп, енді басқа амал жоқ енді айтып қояды. Сонымен бір күні үйіне келсе, әйел айтады, бағана мастер келіп кетті дейді, сізге ертең таңертең келсін деп айтты, міне адресі деп қағаз жазып кетті дейді. Бұл түсінбейді да, қайдағы мастер дейді, мен ешқандай мастермен келіскен жоқпын дейді. Сөйтіп ертең түнімен ұйықтамай шығады, кім болды екен, мен қақын таниды екен, мен дөңгелегімді ауыстыру керек екен, қайдан білді екен деген сияқты. Түнімен ұйықтай алмайды да, таңертең ерте тұрып барады бағана адреске. Барса мастерской екен. Сөйтіп мастерской екен, барса ішінен бір кісі шықты дейді. Сен таксист Хасансың ба дейді. Я дейді. Сөйтіп ана кісі жүгіріп келді, бұны құшақтап алды дейді. Құшақтап алып жылап жатыр дейді. Таксист кісіні құшақтап алды. Таксист кісіні құшақтап жылап жатыр дейді. Сонымен сөйтіп бауырым деп айтты дейді. Бауырым, сен қандай тірлік істедің дейді. Сен қандай тірлік істедің, сонда сенің қандай тірлік істедің, пайғамбарымыз дейді, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осымен 3 рет мен түсіме кірді дейді. 3 рет түсіме кіріп, мынау таксист Хасанның дөңгелегін ауыстырып бер деп айтты дейді. Сол 3 рет кіретіндей сен қандай бір тірлік жасадың деп мені құшақтап жылады дейді. Сондай бір оқиға болатын, бір мейірім,
Құдайдың бір керемет бір мейірімі көрсететін бір оқиға. Күшті. Және біз кейде ойлаймыз ғой, жақсылық жасадым, бірақ көрінбей қалатын шығар, Аллах тағала ұмытып кететін шығар, көбірек жақсы жасайын деген секілді. Бірақ Аллах тағала тіпті жаңағыдай шаңның тозаңындай да жақсылықты көруші екеніне бір дәлел, иә. Күшті оқиға, ағай, рахмет. Осы оқиғаны негізімен жаңағыдай сіз айтқандай айттыңыз ғой, бірнеше жер жарияланды. Бұрында бір оққан, бірақ әр оққан сайын, әр естіген сайын андай бір денеде андай мурашки дейді ғой, сондай болады, иә. Тітіркеніп кетеді. Иә, тітіркеніп. Ағай, қараңыз, енді тағы да Рамазан айына келсек, сіз осы кітапта, мен өзгерген Рамазан айында кітабында жоспар құру туралы айтқансыз. Ұсақ, бірақ сауапты 30 іс деген тарау болған еді кітабыңызда. Сол кітапта жаңағыдай әрбір күн сайын бір жақсы амал істеп тұру, иә, соны тізіп қою деген сияқты. Сонда әр жақсылықтың саналы жасаудың маңызы туралы сөйлессек. Бұл идея негізінде әйеліміз екеумізден туындаған идея болатын. Біз үйде бір банкі болды, соның ішіне екеуміз әртүрлі жақсылықтарды жаздық та, қағазды соның ішіне салдық. Мысалы, алғаш рет ауыз ашып тұрған кісіге сыйлық жасау, немесе бір студентке ауыз ашырып беру, тіпті мысалы көршінің үйіне барып құрма апарып беру деген сияқты түрлі істер, ұсағы да бар, ірісі де бар, әртүрлі болды да. Немесе жаңағы үйдегі аяқ киімдерді тазалап беру деген сияқты сондай істерге дейін болды да. Банкіге салдық, күн сайын екеуміз кез келген біреуін рандом деген сияқты ғой, енді кездейсоқ біреуін аша саламыз да, соны орындаймыз да. Өзімізге бір қызық болды, өйткені күн сайын жаңадан бір оқиға ашасың, және әр жолы әртүрлі іс шығады да. Соны орындаудың түрлі амалын іздей бастайсың негізінде. Бұл бір бізде 30 күн бойы келесі жолы не шығады екен, және кешке жақын сен орындадың ба деп бірімізден сөйлесіп отырғанға өте күшті нәрсе да. Бұны әр отбасында жасаса негізінде өте жақсы болады. Күшті екен. Бұған андай балаларды да қосып жүрсе күшті болады да. Балалар орындай алатын. Иә, және ерлі зайыптың арасында бір ерекше махаббат, сыйластық жаңғыруы мүмкін да. Иә. Және бұл әрі күшті бір естелік болады да. Өткен жылғы Рамазан есіңе алған кезде сол жасаған ұсақ істердің есіңе, және кімге сыйлық жасадың, қандай біреуге ауыз алып бердің, соның бәрі кәдімгідей осы оқиға арқылы есінде тұрады негізінде. Және жақсылықты сол бағана саналы жасау деген осыдан шығады ғой. Жақсылықты қайтарым күту үшін емес, немесе Алламен қайтарады ғой, немесе ол кісінің өзі маған жақсылықпен қайтарады ғой деп емес, бір жақсылықтың өзі үшін жасау керемет нәрсе сияқты негізінде. Өйткені жаның жадырайды да жақсылық жасаған кезде. Ана сөз бар ғой, депрессияда жүрген, күйзелісте жүрген адамдарды ол тұңғиықтан алып шығатын нәрсе біреуге жақсылық жасау дейді да негізінде. Жақсылық жасаған уақытта адам сол күйзелістен алып шығады дейді. Және өзі депрессияда болса да, басқа адамға жақсылық жасау арқылы өзі шыға алады дейсіз ғой, депрессиядан. Қызық, күшті. Сосын былай деп айтады да, андай қызықта адам өзі не істеп жүрсе де, басқа жаңа депрессияда жүрсе де, басқа адамды қуанту арқылы, оның қуанышын көру арқылы өзі сол энергияны, как-то сезімді өзіне алып кете алады. Яғни өзі бір қуана алады да. Есіме түсті не туралы айтайын деген ғой, еріктілер бар ғой, волонтерлар. Мысалы қайырымдылық қорларына, сондай жерлерге мысалы ерікті болатын кісілер дейді да, ол жерге ерікті емес кісілерге қараған уақытта негізінде андай көбірек бақыттырақ екен. Кәдімгі осындай туралы зерттеу жүргізілген. Өйткені біреуге көмектесуден алған энергия, немесе қуаныш сезімі ол адамның өмірінің басқа салаларында күшті андай бір демеу болады екен да, инерция болады екен негізінде. Ол жаңағы қайырымдылық қормен барады да, күшті энергия алады да, жұмысына келіп күшті жұмыс жасап тастайды деген сияқты негізінде. Күшті. Қызық. Енді күшті жауап. Ағай, енді қараңызшы, тағы бір кітабыңыз жақында жарық көрді деп айттыңыз ғой. Құттықтаймыз. Супер жады деген кітап. Кітап алдың біздің Инстаграм парақшасына жазылып қойыңыздар. Осы кітап туралы айтып кетсек, және Рамазанмен бір байланыстыру үшін мындай сұрақ қояйын. Рамазанда көпшілігі жаңағыдай Құран оқиды, және Аллах тағаланың 99 есімін мағынасымен қоса жаттауға мүмкін, ден қою мүмкін. И осы жаттауда есте сақтау қабілеті өте қатты көмектеседі, өте қатты керек қабілет. Және осы есте сақтау қабілетін арттыру үшін қандай бір-екі кеңес бере аласыз? Негізі мен өзімнің
есте сақтау қабілеті нашар да. Мен сол нашар болғанына байланысты, мысалы маған дәл қазір 1 жыл бұрын не болды десе, мен көз алдымнан аппақ бланк болып тұрады да, кәдімгі аппақ экран болып тұрады, ештеңе көрінбейді. Сосын барып қазбалап отырып барып есіме түсіру мүмкін да. Ал кейбір кісілерде сразу айтып береді да, былтыр осындай уақытта мен былай жасап жатқанмын деп ше. Сол үшін менің есте сақтау қабілетім нашар, және оны күшейту үшін мен бала кезден сол мнемотехникалар қолданамын, түрлі әдістерді қолданамын. ұбт-ға дайындалған кезде де, студент кезде, сабаққа дайындалған кезде сондай әртүрлі кілт сөздерді қолдану деген сияқты түрлі әдістер бар негізінде. Соларды қолданып жүрмін да. Кейін қарасам, бұл салада қазақ тілінде ешқандай кітап жазылмаған екен. Сонымен өзімнің білетін әдістерімді және шетелдік түрлі дәлелденген әдістерді қосып бір кітап шығармасқа деген ой келді. Сосын осы кітап жарық көрді. Енді жаңа Алла тағаланың ұлы есімдерін жаттауға арналған бірнеше лайфхак айтып кетейін. Мысалы андай римдік бөлмелер деген нәрсе бар, немесе Цицерон әдісі деген күшті бір әдіс бар. Екеуі бір мағынаны береді. Ол мынандай нәрсе да, өзіңізге жақсы таныс үйді елестетесіз да. Мысалы бала кездегі үй, немесе қазір тұрып жатқан үйіңіз, немесе жұмыс орны, кез келген жақсы білетін кафе болуы мүмкін. Мысалы үй деп алайық. Үйдің кіреберісінде Аллах тағаланың алғашқы 10 есімін жаттайсыз да. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Малик, Құддус, Салам, Муъмин, Мухаймин, Азиз, Жаббар, Мутакаббир деген сияқты бір 10 шақты есім жаттайсыз кіреберісінде. Одан кіргеннен кейін мысалы сол жақта кухня бар дейді. Біз ойша тұрамыз, бару міндетті емес, иә? Бару міндетті емес, ал егер сол момент, сол үй қазір бар болатын болса, тұрып жатқан үйіңіз бар болса, тұрып барып жаттасаңыз вообще күшті болады да. Кухняға барасыз да, келесі 10 есімді жаттайсыз. Есім жаттаудың өзінде оңай нелер бар ғой, мысалы андай әріптердің ұқсасын табу, мысалы алғашқы сөз радан басталса, келесі сөз радан басталса, екеуін байланыстырып жіберу деген сияқты ассоциация жасауда. Мысалы біреуінің соңы рахим деп басталады, келесі мүлік деп мәлік деп басталады, мысалы мадан аяқталып мадан басталады деген сияқты түрлі ассоциация жасауға болады негізінде, мағынасына қарай ассоциация жасауға болады. Сөйтіп кухнядан шығасыз да, одан кейін залға өтесіз, залға барасыз, 10 есім жаттайсыз, одан кейін жатын бөлмеге барып 10 есім жаттайсыз, одан кейін жаңағы холлға барып 10 есім жаттайсыз деген сияқты үйдің әртүрлі бөлмелеріне барасыз да. Былай айтқанда сіз 10 түрлі мекенге барып 10 есім жаттап шықсаңыз, сізде уже 99 есім шығады да. Енді сіз кез келген уақытта ойша бағана кіреберіске кірсеңіз, бағана 10 есім сіздің санаңыздан бірден шыға келеді да. Ана жақта қалған 89 есіммен мүлдем байланыспайды да. Сіздің ойыңызда тек қана кіреберістегі 10 есім ғана шығады. Қашан сіз кухняға өткен уақытта кухняда 10 есім шығады автомат түрде. Араласпайды өйткені олар. Мысалы бірден сіз қазір орындықта отырып 99 есім жаттауыңыз мүмкін, бірақ сіз шатасасыз да, оны айта алмайсыз, шатасып кете бересіз. Өйткені ол жерде 99 есім бар да. Ал ана жерде бір жерде бір ғана 10 ғана есім бар да. Солай сіз ойша аралап шықсаңыз, сіз 99 есімнің бәрін айтып шыға келесіз да. Ол ең оңай, ең тез жатталатын әдісі негізінде. Күшті. Тағы бір лайфхак айтыңызшы. Тағы бір лайфхак, Құран жаттауға қатысты айтуға болады. Құран жаттаған кезде мағынасымен жаттаған күшті, және Құранда өзі Салих пайғамбардың оқиғасын айтып келеді. Салихтан кейін жаңағы Ад қауымы туралы айтып келеді деген сияқты оқиғалар бөліп жаттаған кезде күшті есін сақталып қалады да. Мысалы Салих пайғамбардың қауымына қатысты мысалы 4 аят бар деген сияқты. Қара қаламмен белгілеп қойсаңыз, сол жаттау оңайлы. Және аяттарды өзінің танымал әдістері бар да. Мысалы 30 рет қайталау керек, керісінше қайталау керек деген сияқты. Мен олай жаттайын десем, мен әбден жалығып кетемін да негізінде. Әр адам әртүрлі шығады. Ұйқым келіп кетеді, қайталай бергім келмейді да негізінде. Өйткені сен жалғыз жаттап жатсың, егер бір медреседе қасында 10 адаммен бірге жаттап жатсаң, мүмкін атмосферасы қызығырақ болады шығар. Ал жалғыз үйде отырып 33 рет қайталап жатсаң жалығып кетесің да. Ал мен Құран жаттаған кезде өзі Құранның өзі біріншіден оңай жатталады. Екіншіден мысалы бағанағыдай сөз соңы мысалы м әрпінен аяқталса, келесі аятта м әрпінен басталуы мүмкін. Немесе аяттардың барлығы с әрпі айтып келе жатады да, одан кейін соңындағы сөзі с-дан аяқталады деген сияқты өзі кез келген нәрсені ассоциация жасауға болады да. Бір байланыс көріп алу керек. Өзі оқи бастаған уақытта өзі автомат түрде шығады негізінде. Мысалы негізі бір ұйқас сияқты ғой Құран, иә, бір-бірімен ұйқасып жатады. Ұйқас бар. Бұл біріншіден ұйқас арқылы көмектеседі. Екіншіден сіз қазақшасын білесіз ғой, қазақшасын оқып алдыңыз ғой бағанағыдай. Мысалы Фирғау мен Мұса екеуі кездесті, одан кейін сиқыршылар жаңағы асат аяқтарын шығарды деген сияқты ойлаған уақытта
көпшілігі андай қай аяттан кейін қай аят келетіні бірден өзі бір қуалап отырады да, бір қызық нәрсе. Солай жаттаған уақытта маған солай оңай болды да. Мүмкін басқаларға да солай оңай болатын шығар. Бірақ бұның негізінде бағанағы ассоциация жасау деген нәрсе жатыр да. Күшті лайфхак. Иншалла қолданамыз. Әсіресе бөлмеге деген өте қызық екен. Қазір ойланып отырмын. Енді үйімде так 4 бөлме, енді қалған 60 шақты есімді қайда жаттаймын деп ойланып отырмын да. Күшті. Ағай қараңыз, немесе мысалы автобустың өзі бір мекен ғой да. Біз күнде автобусқа мінеміз. Маңызды нәрсе да, мысалы айта кухня деген бір бөлме ғой. Ал кухняның өзінде керемет бөліп тастауға болады да. Мысалы холодильник. Холодильник ашасың, жұмыртқа салатын бөлім тұрады, морозильник тұрады, мына жақта сүт тұратын бөлік тұрады деген сияқты. Астында ет тұратын бөлік тұрады. Одан кейін микроволновка жаңағы бұрайтын кнопкалар деген сияқты кете береді ол негізінде ше. Сөйтіп андай дамыта беруге болады да. Бұл мысалы ағылшын тілін үйренетіндер өте күшті да. Мысалы кухняға барасыз да, сіз холодильниктің өзінен андай 30 сөз жаттайсыз деген сияқты ше. Одан кейін ваннаға барасыз да 30 сөз жаттайсыз, бір үйдің ішін бітіріп шығамын дегенше сіз 1000-2000 сөз жаттап тастай аласыз да негізінде. Күшті, иә. Немесе паркты қолдануға болады. Шет тілін үйренетіндер әдетте паркты қолданады, саябақты. Саябақтың ортасында өзіңіз жақсы білетін жерде отырасыз. Мысалы Алматыда Горький парк дейді. Ана жерде ортасында скамейкада отырсыз. Ана жерде балалар мысалы велосипед кетіп бара жатыр. Мысалы kids are riding bike деген сияқты өзіңіз ағылшынша сөзін жаттап аласыз. Одан кейін біреу шар ұшырып жүреді, жаңағы kids are playing with balloons деген сияқты. Әр жерден сөйлем құрап аласыз да. Мына жақтан бір аттракцион болады, біреу жүгіріп жатады, біреу сурет салып жатады, бәрін жазып аласыз да. Сөйтіп көз алдыңызға үйде отырып елестете бересіз да. Велосипед айдап бара жатқан баланы елестеген уақытта жаңағы riding a bike деген сияқты сөздер айта бересіз. Сөйтіп сіз бір ғана локациядан бір 50 шақты сөз жаттап алуға болады да. Бұл не үшін әдемі? Бұл көз алдыңызда не бар да, кәдімгі физикалық қозғалыс бар да, кәдімгідей. Қозғалыс бар, көзіңіз көріп тұр, және оған бағанағы сөзді байлап қоясыз да. Сөйтіп жаттау өте оңай болады негізінде. Күшті лайфхак. Рахмет көп. Және басқа да лайфхактарды білу үшін Мирас Кесебаевтың супер жады кітабын сатып алыңыздар деп айтып жүру керек осы жерде. Енді ағай қараңыз, осы Алла қаласа Рамазан кіреді, осы жұма кіреді екен, иә? Біз қателеспесем. Рамазанда не күтесіз? Және Рамазан сізден не күтеді деп ойлайсыз? Рамазаннан бәріміз кешірім күтеміз негізінде. Кешірім мен мейірім күтеміз. Енді алдыңғы Рамазаннан бері осы Рамазанға жеткенше әбден былықтарға баттық, қанша күнә істедік. Біреуін біліп істедік, біреуін білмесек деген сияқты. Қайсысына тәубе еттік, қайсысына тәубе етпедік, бәрі белгісіз. Тәубе еткеніміздің қайсысы шынымен қабыл болды, оны да білмейміз да. Сондықтан осы Рамазанның өзі алғашқы 10 ай өзі кешірім ай ғой негізінде. Тозақтан құтылу, кешірім, мейірім деп айтылады өзі. Біз сол кешірілгендердің тізіміне еніп кетсек деп өзім соны қатты күтемін да негізінде. Кешіріп кетсек қандай күшті болушы еді. Одан кейін барып жаңа мейірімге бөленгендердің де тізіміне еніп кетсек сол күшті болушы еді негізінде. Күшті. Ал Рамазан бізден не күтеді деген уақытта біз енді бұл біздің мұсылмандардың айы ретінде, Мұхаммед пайғамбардың үмбетінің айы ретінде бұл айда барынша негізгі миссиямызды дұрыстап қайтадан еске алып ұмытып кете береміз ғой негізінде. Иә. Намаз оқимыз, басқа қыламыз, бірақ шынайы бір намаз оқып, шынайы бір Аллаға осы айда жақындағымыз келеді да. Сөйтіп Рамазанға бойымыздағы бүкіл потенциалымызды, Құдайға беретін құлшылығымызды берсек, көрсетсек деп ойлап тұрмын. Күшті, машалла. Шын айтасыз ғой, кейде ұмытып кетеміз деп. Сонда менде андай оқиға болды, кейде таксиді күтіп тұрмын, такси келмей жатыр да. Неосознанно дейді ғой, былайша айтқанда, саналы, бейсаналы түрде таксист қашан келеді екен, яғни таксист сен қашан келесің деген сияқты болды да. Бірақ енді Аллах тағала сен таксистті қашан жібересің емес, таксисттен күтіп кеттің да. Сол секілді шынымен заряд елу алды. Біз тек қана құлшылық үшін мен сендерді жараттым деген аят қой. Соны ұмытып кетеміз деп жатқан шынымен өмірлі. Ағай, менің сұрақтарым аяқталды. Көп рахмет. Қазір бірақ басқа бір айдар бар, күте тұрыңыз. Алла қаласа, құрметті оқырман, мені өзгерткен Рамазан кітап алдың. Келіп алыңыздар. Алматыдың өзінде 3 нүктеміз бар. Одан бөлек басқа да қалаларға
жеткізу бар. Және ағай менің бір бұйымтайым бар. Дұрыс айттым ба? Бұйымтайым ба? Қалай? Уәжім бар ма? Не деп айтатын еді? Осы біздің оқырмандар подкаст оқырмандарына бір осы кітабыңыздың өзіңіздің қолтаңбаңызбен 3 кітап сыйласақ қалай болады? Өте күшті болады негізінде. Қалай жасаймыз та? Қандай конкурс ұйымдастырамыз? Бүгін біраз тақырыптар айттық. Осының ішінен оқырмандар, мысалы бұл негізінде инстаграмға жарияланады ғой, сол жерге пост жарияланады. Сол постты негізі сторизге бөліссе бірінші, өйткені жақсы дүниенің көп адамның көрінгеніне, яғни жақсы дүниенің көп адамға тарала бергені жақсы да. Екінші, сол посттың астына осы подкасттан қандай бір жақсы ой алдым, мысалы мен бұдан кейін тәкаппарлықпен күресетін болдым, тәкаппарлықпен күресетін осы жол ұнады, или немесе мейірім туралы мына оқиға осындай нәрсе алдым деген сияқты бір өзінің түйген ойын комментарий қылып жазса ойлап тұрмын. Жақсы. Соның арасынан бір 3 адамды ұнаған 3 пікірге бағанағы 3 кітапты берейік. Жақсы. Күшті. Сізді белгілей салса, сіз өзіңіз жауапты боласыз ғой. Жақсы. Сізді Мирас ағайды белгілеңіздер иншалла. Күшті. Осылай ағайдан кітап алып қалдық. Енді ағай келесі айдар білесіз сұрақтар, яғни тез жауап беретін, бірақ асықпай да аптықпай жауап берсеңіз болады. Бірінші сұрақ мындай: басында ұнамсыз көрінгенмен нәтижесі сіз үшін қайырлы болған бір оқиғаны айтып бере аласыз ба? Қысқасын айтайын ба, ұзағын айтайын ба? Екеуінде айтайын. Екеуінде айтыңыз онда. Бір таңғы 7-нің кезінде үйге қонақтар келіп қалды алыстан. Сол момент үйде нан жоқ екен да. Сонымен мен енді нанға барып қайтайын деп, өйткені көшеде остановкада нан сатылады да, лепешка сатылады. Соны бір алып қайтайын деп жетте шықтым, қарасам магазин жабылып қапты да. Білейін деп тура керек кезде жабылып қалған қарашы деп тұрдым да. Сонымен таңғы 7 бұндай кезде ешқандай кезде магазин ашық емес та. Сонымен мені қандай күш жетелеген білмеймін, бірақ андай бір желкемнен ұстап көтеріп алып кеткен сияқты болды да. Үйдің мына жағымен жүріп көрейінші осы деген сияқты ой болды да. Бұл жақта магазин бар екенін білемін, бірақ ол таңғы 7-те ол магазин ашылмайды, ол 9-да ашылады да. Ол прям аксиома да, ол 9-да ашылады, ерте ашылмайды. Сөйтіп сол жақпен жүрдім, как будто бір андай бір зомби сияқты ма десем ба, бір еріксіз кетіп бара жатқан сияқты болдым да, өйткені себеп жоқ та жақпен жүруіме. Сол жақпен жүріп кетіп бара жатсам бір кезде мұрныма нанның иісі келеді. Түсінен мұрны ауаны иіскеп жүремін, қақтан келіп жатыр деп қарап қалсам Ақсай нанның несі тұр екен, машинасы тұр екен да. Сөйтсем ол жаңа магазинге таңғы 7-те келіп нанды өзінің қорабына салып қалдырып кетті екен да, алдында ше. О, ағай тоқтаңыз деп ана кісіден бар 2-3 нанды қатырып алып алдым да. Сөйтіп енді мен бұрынғы Мирас болсам ойлап жүрдім да, осы қандай жолым болғышы, осы бір күшті да деп ше. Өзі просто красавчикпін да деп па. Сондай ой болушы еді да. Бірақ мен ана жерде ойладым да, Алла тағаланың мейірімі қандай керемет деймін да. Енді мына жерден нан болатынын ешқашан білмеймін да, және ондай Ақсай нанның ертерек әкелетінін де білмеймін. Кейде ойлаймын, даже сол Ақсай нанның істейтін жұмысшысы ма екен, періште ме екен әлі деген сияқты. Күшті, иә. Сөйтіп сондай бір керемет бір мейірім ғой деймін да. Сол мейірімге мен бөленгеніме қатты қуанып кетемін да сондай кезде. Басында шықтым, шынданып тұрмын да, неге керек кезде осындай болмай қалды, қонақтарға ниет болды деп. Арты бірақ күшті жақсылықпен аяқталып кетті. Қайырлы болды, күшті. Және бұл жерде қонақтың да өзінің бір ризығы бар деп айтады ғой. Күшті болды, күшті. Және тағы бір оқиға дедіңіз. Екіншісі менің жолдас баламда болды. Ол кісі Астанаға самолетпен ұшып барады да. Қайтарда да самолетпен қайту керек, бірақ кішкене ақша үнемдеу үшін самолеттің билетін қайтарады да, пойызбен қайтпақшы болады. Сөйтіп пойызға жаңағы Railways деген сайт бар ғой, сол жерден билет алады. Билет алса алынбайды да, негізі ол сайтта ондай проблема жоқ та. Бірақ сол жолы оған алынбайды билет. Соны қайта алуға тырысты, алынбайды. Не болған деп сайтқа звондайды, олар бәрі нормально істеп тұр деп айтады да. Сөйтіп бұл кісі ақыры түн бір уақытта отырып бір кезде билет алады да. Деп билет алып ұйықтайды. Таңертең қараса SMS келіп тұр, сіздің билетіңіз отмена болды деп ше, қабылданбады деп. Бұл жынданады да, соны боқтайды, бәрін боқтайды. Өмір осы маған келген кезде бәрі қырсып қалады екен дейді да. Сонымен барады да, индрайверден такси шақырып, сонау Астанадан Алматыға дейін таксимен келеді да. Келгенше шаршайды енді, белгілі ғой, белің ауырып кетеді, жамбасың ауырып кетеді деген сияқты. Неше сағат таксимен? Біраз ғой. Біраз жүреді ғой енді. Сөйтіп жынданып үйіне келеді да. Үйіне келіп, үйге келген кезде қараса,
жаңалық болып жатыр екен, әке шешесі жаңалық қарап отыр екен, бәрі деп бүйтіп қорқып не қылып отыр екен да. Не болды деп қараса, осыдан қанша 5 жыл бұрын болды бұл оқиға. Мынау Шудың бойында Астанадан Алматыға кеткен пойыз аударылды да. Мәссаған. Қараса, именно бұл міну керек болған, бұл билет ала алмай жатқан пойыз аударылған екен да. Сонда қарасаңыз, ана жігіт айтты, мен соған дейін бәріне тағдырмады, ашуланып келдім дейді. Ана келген кезде өзімді қатты жақсы көріп кеттім дейді. Маған осыны бүкіл ситуацияны жасап берген, мен қорғаған жаңағы Аллах тағала қатты бір рахмет айтқан күйде болдым дейді негізінде. Басы сонда ұнамсыз болды, бірақ соңында жаңағыдай пойыз аударылса точно жарақат аласың, өліп кетуің мүмкін ғой негізінде. Сондай ситуациядан сақтанды дейді. Күшті, иә. Алла тағала негізі ең күшті қорғаушы ғой. Қалай қорғау керек екенін білетін, иә. Күшті, машалла. Рахмет, көп күшті оқиға болды. Келесі сұрақ мынадай. Барлық адамға бірдей бір сыйлық беру керек болса, сіз не берер едіңіз? Менің ойымша бір блокнот бір ручка сияқты негізінде. Блокнот бір ручка және бір андай 20 минут бойы отырып жазуда бір уақыт. Осы үшеуін бергім келеді, уақыт, дәптер, ручка. Адам біздегі көп проблеманың бірі негізінде, адам өзін өзі зерттемейді, ішінде не бар екенін шығармайды, ылғи кінәнің бәрін сырттан іздеп жүреді, ішіндегі негативтің бәрін сыртқа қарай төгеді. Қағазды ашып жазатын болса, өзін не уайымдап жүргенін, не мазалап жүргенін жазса, негізінде бәрі өзі жеңілдеп қалушы еді, өзінде қандай проблема бар екенін қағаздан көруші еді негізінде. Бұл жазу деген нәрсе біз үшін өте ерекше нәрсе ғой негізінде, өйткені бізге түскен алғашқы бұйрықтың өзі оқы деп басталады негізінде. Оқы, өзіңді оқы, ішіңдегі нәпсіңді оқы, сезімдеріңді оқы. Иә, соның бәрі кіреді да, оның барлығы ойланып отырып таба алмайсың, оны қағазға түсіріп табасың да, бағанағыдай өзіңнен есеп аласың деген сияқты. Соның бәрі қарапайым адам, көп адам мән бермеуі мүмкін, бірақ осы қарапайым жазу, өзіңнің ішкі сезімдеріңді жазу, өзіңнің есеп алу деген нәрсені бір 20 минут отырып жазса, негізінде бір өзгеріске алғашқы қадам болар еді деп ойлаймын. Күшті. Бәрінің қолынан келеді, қолжетімді. Менің сыйлығым бәріне беремін деп қойсаңызшы, алыңыздар тек депші. Сіз сондай бір зат айттыңыз да, бәріне қолжетімді, бәрі алынады, бәрі істей алатын. Иншалла жасап көру керек екен, сіздің сыйлығыңызды қабылдап көру керек екен. Енді қараңызға келесі сұрақ, арманыңыз қандай? Менің бір арманым бар. Енді ол орындалған арман болмай қалады негізінде. Бірақ енді алдағы бір 5-10 жылдың ішінде орындалатынына сенемін да. Ол мынандай нәрсе, енді ол Америкада бар, Еуропада бар, бірақ бізде Қазақстанда жоқ та. Ол балаларға арналған бір даму орталығы да. Ол қандай? Ол енді өте үлкен бір кешен. Оның ішіндегі мысалы үлкен бір бөлмесі химияға арналған да. Ол жерде мықты бір жаңағы бұрыннан разрушители мифы деген сериал болушы еді ғой. Әртүрлі химиялық не жасап көреді. Сондай бір мұғалім болса дейді ана жерде. Халат киіп алып, көзіне әш киіп алып, мысалы түрлі жарылатын заттарға дейін істеп, ана жерде оқушының алдында көрсетсе. Ал физикада күшті элемент, физикалық жаңағы реакциялар жасап көрсетсе, биологияда кәдімгі адамның бүкіл органдарын көрсетсе деген сияқты. Өсімді өсіріп жатса. Иә, ана жерден мысалы одан кейін технология бөлмесінде кірпіш қалауға дейін бәрін үйретіп алса, ракета құрастыру деген сияқты ше. Бір сондай орталық болса, және ол жер балаларға, оқушыларға тегін болады да. Ол орталықтың мақсаты балалардың ғылымға деген махаббатын ояту негізінде. Біз мектепте қалай оқыдық? Мысалы менің ағам айтпақшы, мен магнитке жабысатын металдың атауы не деген ылғи темірді жауап беретін дейді, сөйтіп 3-ке бітірдім дейді. Олай болмау керек та негізінде. Бізге егер сондай бір мықты мұғалім болса, біздің махаббатымызды сондай ғылыми пәндерге ашса, біз көбірек ғалым болар ма едік негізінде. Химия, физика, биология, жаратылыстану саласында жақсы бір жаңалықтарға ашар ма едік деп ойладым да. Сол үшін жаңағыдай балалардың махаббатын жаңағы орталық арқылы ашқым келеді да. Және ол міндетті тегін болу керек деймін да. Мүмкін қаласа сол жерде отырып, ана мұғаліммен бірге отырып, олар да үстеріне халат киіп, әшке киіп, басына қалпағын киіп, олар да соны эксперимент жасасын, соның бір бөлшегі болсын деймін да. Сол жерде жатсын, ұйықтасын, тамағын апарып берейік сол жерде. Айтқанда, мен бұдан кейін физик боламын немесе мен химик боламын деген сияқты бір арманмен қайтсын дейтін сондай бір орталық ашқым келеді. Күшті. Абайдың 38-ші қара сөзінде осыны айтады да. Негізі біз дүниеге келген кезде
бір көрсем екен, ұстасам екен, танысам екен деп келеміз дейді да негізі. Бірақ сәл өскеннен кейін бір жүгіріп жүретін жасқа біраз келгеннен кейін бұл махаббат біраз сөне бастайды дегенге келеді да. Бірақ ата-анасы ортасы осы махаббатты басында балаға қинап аштырту керек дейді да. Ол жаңағыдай сіз айтқандай ғой, ғылымға балалардың махаббатын ашсам екен. Келесі сұрақ мындай ағай. Бізде негізі подкаст. Мен подкастын білетін бе едіңіз? Нәзік әлем подкасты. Мен Табиғат Қалтаймен, Данияр мырзамен, сосын Төребек мырзамен болған тыңдадым. Күшті, рахмет. Көбінесе осы сұрақты қоямын. Анаңыздың қай қасиетін қыздарға үлгі етіп айтар едіңіз? Анамның ана ретіндегі қасиетін айтайын. Қыз ретінде емес. Менің анам бізге ылғи қолдау көрсететін, қандай бір жағдай болмасын. Мысалы, мен мектеп кезімде жақсы оқыдым, көп жарыстарға қатысушы едім негізінде. Кейбіреуіне мысалы көп қаражат керек, кейбіреуіне просто көбірек уақыт керек, дайындыққа деген сияқты. Соның бәріне анам қатыса бер, шамаң жетіп тұрса бәріне қатыса бер, бәріне жіберетін да. Ал әкем енді оған біраз ақша кетеді ғой деп андай финанс жағын ойлайтын да. Анам жас кезінде қатысып алсын, біліп алсын, үйреніп алсын деп бәріне қатыстыратын мен негізінде. Былай айтқанда қандай бір мысалы мен бала кезде өлең көп жазатынмын негізінде, әлі күнге дейін жазамын. Мысалы мен өлең жазатын уақытта мені мазаламайтын да негізінде. Жазсын, жазып алсын деген сияқты. Былай айтқанда бір андай өсімдіктің тамыры сияқты, мен тамыр кішкене өсті, бірақ осының үлкен болып жаңа әбден бекіп қатаюына негізінде анам көмектесті да. Әрбір мысалы өлең жазып бітіріп тастасам, екінші блокнот әкеліп беретін, осыған жаз деген сияқты да. Мысалы лидер 21 векаға қатысуым керек болды. Мысалы бірден жол жағдайымда ақшасын, қай жаққа барған кезде кімнің үйінде түсуім керек, мен кім күтіп алады, мысалы Алматыға келген уақытта деген сияқты. Соның бәрін ұйымдастырып беретін да. Әрине олай істемесе де мен оны жақсы көремін ана ретінде. Бірақ менің қазіргі оқуға, ғылымға деген құлшынысымды күшті ашып берді негізінде. Машалла. Барлық аналар баласына сондай қолдау көрсетсе, баланың бойындағы потенциал күшті ашылады деп ойлаймын. Иә, күшті. Сіз айтқан кезде есіме түсіп отыр. Мен де өлең шығарамын сол кезде. Қазір оқимын ғой, бұрынғы өлеңдерім онша емес та, бірақ мамам сол кезде айтатын: менің қызым ақын, бір шамалы шығарма жазса, менің қызым жазушы. Шынымен ананың қолдауы кәдімгідей қанат бітіреді адамға. Күшті. Сіздің анаңыздай аналар көп болсын. Аға, енді мұндай сұрақ. Рамазанның алғашқы ауызашарында өзіңізге не тілейсіз? Әлде құпия ма, бұны білмеу керек па? Бағана осыған жауап берген сияқты негізінде. Сол бір Рамазанның алғашқы ауызашарында кешірімге, мейірімге бір бастайтын бір сондай іске себепкер боламын ба, білмеймін, бір сондай бір кешірімге ие болғым келеді негізінде. Өзіме осы бір жыл бойы жасап келген барлық кемшіліктерім, күнәларым барлығы кешірсе Рамазанның алғашқы ауызашарымен бірге кешіріп кетсе екен деп тілеймін да. Иншалла. Күшті. Менде просто андай болған, мен сол мағынада қойдым бұл сұрақты. Рамазанның басында 30 күн тізім жазып алдым. Мен не сұраймын? Яғни ауызашарда айтады ғой, ауызашардағы адамның дұғасы қайтарылмайды, яғни қабыл болады деген мағынада. Әрине кешірімді де, Алла разылығын да бірінші орында, оразаның қабыл болуын бірінші орында сұраймын ғой. Және бір специфически бір нәрсе сұрайтын едім да. 30 күнге список жасап алғам, соны ауызашарда сұраймын, және таруихта сұраймын. Таруих деген 20 ракат қой, андай бір мотивация болады да. Мен бұл таруихта так осыны сұраймын ғой, оқимын деген сияқты. Сондай болатын, сондай мотивте сұраған едім, айтпақшы ғой. Ол таруих бітірген кезде барып сұрайсыз? Иә, таруих бітірген кезде сұраймын, және араларында перерыв жасаймын ғой, сол кезде сұрай беремін. Сол кезде жалықпаймын да 20 ракаттан. Сосын ауызашар кезде де қатты ауызашарды күтемін, ана дұғамды сұрау үшін. Аш болып сұрайсыз ғой, сол кезде бір шын жүректен болады да. Сол блокнотыма жазғам 30 нәрсе алдыңғы жылы. Қазір алдында бір қарап көзім түсіп қалды да, біраз орындалыпты да. 30 нәрсені нереально күшті нәрсе сұраған едім, солардың бәрі орындалыпты. Оқырмандарға бір лайфхак тоже, иншалла. Енді соңғы сұрақ мындай: Рамазанда оқырмандарға не тілейсіз? Бүгінгі подкаст тақырыбы өзгеру туралы ғой негізінде. Осы Рамазан айында тым болмаса бір әдетіңізді жақсы жаққа өзгертсеңіз, өзгерте алсаңыз, сіз үшін негізі үлкен жеңіс болады деп ойлаймын. Бірден
10 әдетті жаман әдетті өзгертуге тырыспай, тек қана біреуін ғана алып, айтқанда жаңағы парето қағидасына сәйкес ішінен біреумен ғана жұмыс жасасаңыз, бір әдет қалған басқа әдеттерді, жаңа жаман әдеттерді жоюына және жақсы әдеттердің қалыптасуына әсер етті деп ойлаймын. Сондықтан осы Рамазан айында өзгеруге ниет етіңіз және сол ниетіңіз орындалсын. Рамазан соңына дейін өте бір жақсы жемісін берсін деп тілеймін. Әумин. Күшті, рахмет. Сізге көп рахмет подкастқа келгеніңізге. Кітаптарыңыз көбейе берсін. Кейін басқа да кітаптардың ашылуына шақырып жүрейін. Ағай, бізде басында мен кітабыға келмес бұрын бір қызық факт айтып кетейін. Сіздің телеграм каналыңыз бар ғой, Мирастан мазмұн деп аталады. Иә? Дұрыс айттым ғой, иә? Сол кезде сіздің атыңызды Мирас ағай екенін білген жоқпын, бірақ сондай бір мотивте деп ойладым да жаңағыдай. Кейін өзіңізбен танысқан кезде, осы телеграм канал осы ағайдікі ғой иә дегенмін. Ағайдың телеграм каналына да жазып қойыңыздар. Ол жақта да күшті қазір соңғы кезде жиі активный болып жүрсіз, күшті оқиғалар жазып жүрсіз ғой. Соңғы кездері. Рахмет көп. Ағайдың телеграм каналына жазып қойыңыздар. Есік қағып кірген Рамазан айы бәрімізге құтты болсын. Ағай айтпақшы, кешірімге, мейірімге толы ай болсын. Рамазан құтты болсын. Жақсы, рахмет. Осы подкаст қандай да болсын пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Және бағанағыдай 3 кітапты алу үшін пікір жазуды ұмытпаңыздар. Осы Рамазан берекелі өтсін. Қош сау болыңыздар.